Қызылордалық жас кәсіпкер Дәулет Ізбасарұлы былтыр бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы аясында 4,5 миллион теңге қаржылай қолдауға ие болып, сабын шығаруды қолға алды. Бүгінде кәсібі алға басып шығарған өнімдері өзге өңірлерге тасымалдануда. Бұдан бөлек жас кәсіпкер жақында ұнтақ өндірісі жобасын іске асырып, таза ұнтақ атауымен сатылымға шығармақ. Қазіргі таңда мұнда тәулігіне 2000 дана сабын өндіріледі. Алдағы уақытта өндіріс көлемін кеңейтіп, одан шығатын өнімдерді ұлғайтпақ ниетте. Енді алдағы мақсатымыз осы өзіңіздеріңіз көріп тұрғандай, осы биыл жаңа цех салдық, осыған ескі цехтың орнын бұзып кеңейтіп қойдық. Енді ол жерге де үлкен цех соқсақ, автоматтандырылған заманауи құрылғылар алып келсек, Қытайдан, көршілес дамыған мемлекеттерден. Сөйтіп заводтарды іске қоссақ, шампунь шығарып, сұйық сабын шығарып, халықты одан әрі жұмыспен қамтысақ деген мақсатымыз бар.